Жерден тыс өмір бар ма? Бұл сұрақтың жауабын табу үшін НАСАның Еуропа Клиппер миссиясы жүргізілуде. Бұл миссия Юпитердің айы Европаны зерттеуге бағытталған. Еуропа Клиппер бұл кішкентай автомобиль көлеміндегі ғарыш аппараты. Ол жерден 2,5 миллиард шақырым қашықтыққа саяхат жасайды. Ол 2024 жылы ұшырылып, 2033 жылы Юпитерге жетеді деп күтілуде. Ол онда 5 жылға жуық орбитада айналады және Европаның үстінен 50 рет ұшады. Еуропа Клиппер заманауи құралдармен жабдықталған. Оның кең бұрышты камерасы пиксельге 12 метр болатын ажыратымдылыққа ие болса, тар бұрышты камерасы пиксельге 1,5 метр ажыратымдылыққа ие болады. Бұл деңгейдегі детальдар бізге Европаның бетін бұрын-соңды болмаған дәрежеде зерттеуге мүмкіндік береді. Европаның ең қызықты аспекттерінің бірі оның жер асты мұхиты. Ол жер мұхитының 2 есе көлемінде деп бағаланады. Оның мұзды қабығының астындағы бұл мұхит өмірге қолайлы жағдайларды қамтамасыз етуі мүмкін. Еуропа Клиппердің радарлық зондасы мұздың астына қарап, мұхиттың тереңдігін картаға түсіріп, өмір үшін маңызды ингредиент болып табылатын гидротермиялық белсенділіктің дәлелін іздейді. Радар мұзды 9 шақырымға дейін тереңдікке дейін инетін болады. Бірақ Европа тек жер асты мұхитымен ғана емес, сонымен қатар оның мұзды беті де ақпараттың қайнар көзі болып табылады. Еуропа Клиппер камералары Европаның геологиялық ерекшеліктерін анықтайтын және өткен немесе қазіргі вулкандық белсенділіктің дәлелін іздейтін жоғары ажыратымдылықтағы суреттерді түсіреді. Оның спектрометрлері Европаның бетінің құрамын талдап, органикалық молекулалар мен өмірдің басқа да құрылыс блоктарын іздейді. Еуропа Клиппер бұл алыс әлемді зерттегенде, ол біздің ғарыштағы орнымыз туралы ең терең сұрақтарға жауап беруге көмектеседі. Жерден тыс өмір бар ма? Өмірдің бар болуы үшін қандай жағдайлар қажет? Еуропа Клиппер миссиясы күн жүйесін және басқа жерлердегі өмірді іздеу туралы түсінігімізді революцияландыруға мүмкіндік береді.